Уақыттың ұзақ жолында инсан бар қолына өлімді түсінуге ұрынып келген. Әрбір цивилизация мәңгілікті өзінше талқылаған. Кімдір дуаларда, және кімдер дұртасларда, ал кімдір дененің өзінде. Бір күн келіп адамзат табиаттың нызамына қарсы шықты. Денені жойтпауды үйренді. Құм, мұз, дұз һәмде самал, олар инсанды жоқ етпеді, ал керісінше сақлап қалды. Бұл табиат пенен инсан арасындағы тыныш келісімге ұқсар еді. Әрбір кеуіп қалған дене тарихтың тірі куәсі, іліми гүрріңнің басламасы болды. Міне осы деректерде биология, химия һәм рух дүниясы бір жанлы формуладай бірлесті. Һәм біз мың жыллар өткеннен соң оларға қарап тек қана сұрау береміз. Бұл мәңгілікті кім жаратты? Табиат, ямаса адамның өзіме? Бүгін біз және бір сырлы һәмде қызықлы тарихқа қайтамыз. Бұл Жайхун жойбары. Егер Жайхунның білім суына сүңгуге таяр болсаңыз, біз басладық. Мумия адамзат тарихындағы ең сырлы һәмде таң қаларлық табылмалардан бірі. Әрбір мумияның артында тек қана инсан денесі емес, ал мың жыллық дүния қарас, дін һәмде ілім жатады. Ең белгілі мумиялар Мысырда табылған болса да, ажайып түрде табиғи ямаса жасалма мумиялар дүния бойлап ұшырасады. Бірақ дәл мысырлылар мумиялау өнерін жетіліскен дәрежеге жеткізген. Олар үшін бұл апай ғана жерлеу мәресімі емес, ал мәңгі өмірге сенімді тастиқлайтығын мұхаддис әмел еді. Бұл процесс тек қана діни емес, ал медициналық һәмде әмели білімлердің үйлесімлі үлгісі болған. Мысырлылар денені шіруден сақлап, мәңгі формаға айландыруды мақсат еткен. Бұл арқалы инсанның рухы ба һәмде ақ тыныш жол алатығынына сенген. Бүгін біз сол мумиялар арқалы 3000 жыл бұрынғы инсан келбетін көре аламыз. Демек, мумиялар уақыт артындағы тірі тарих сияқлы. Мумияластыру сөзі мум сөзінен келіп шыққан болып, ол денені сақлау үшін қолданылған табиғи майлар, смолалар һәм дұзлар менен байланысылы. Мысырлылар инсанның денесін рух үшін үй деп білген. Егер бұл үй жоғалса, рух та жоғалады деген сенім бар еді. Сол себеплі денені жетім қалдырмау үшін мумиялау әмелиятын рауажландырды. Бұл процесте өліктер шіруге қарсы затлар менен тойындырылады. Мағлұматларға қарағанда, Нил дариясының әр жылғы тасқыны 2 ай дауамында жер бетін су астында қалдыратығынлығы себеплі, мысырлылар мархумлардың денелерін шіруден сақлаудың ең нәтижелі ұсуларын ойлап тапқан. Айымғы Мысырда тек адамлардың емес, ал көплеген хайуанлардың денелері де мумияланған. Мысыр мумиялау ұсулын Диодор толық суретлеген. Денелерді мумиялаудың түрлі ұсулары болған. Мысырлылардың сеніміне қарағанда, жан бір тірі денеден басқасына көп мәртебе көшіп өткеннен кейін мархумның денесін жанның соңғы маканы спатында сақлау үшін мумиялау қолданылған. Мумиялау менен шұғыланушы шахслар яка шпакерлер мұхаддис есапланып некропіллерде жасаған. Ең айымғы мумиялар дәслепкі Мысыр тарихында елі мәмлекетшілік қалыплеспеген дәуірлерде пайда болған. Олар табиғи жол менен құрғақ шөл құмлары һәмде ыстық ауа тәсірінде сақланып қалған. Бұл дәуірлерде адамлар денені құм ішіне көмген һәм құрғақшылық денені табиғи түрде қуратып мумияға айландырған. Біздің эрамызға шекемгі шамаменен 2600 жылларда 4-ші һәмде 5-ші династиялар дәуірінде мысырлылар бұл процесті санал түрде әмелге асыра баслаған. Олар денені сусызландыру, ішкі органларды ажырату һәмде арнаулы ибадатлар, дуалар менен қоса алып бару арқалы жетіліскен ұсул істеп шыққан. Бұл жұмысты мархумларды мумиялаушы руханилер әмелге асырған. Олар үшін өлім тамам болу емес, жаңа өмірге қадем қою еді. Мысыр мумияларының жаратылу процесі бұл апай ғана жерлеу мәресімі емес, ал діни іліми тәжірибенің жетік бірлесуі еді. Яғни мумиялаушылар арнаулы таярлықтан өткен руханилер болып, адам денесін анатомиялық анықлық пенен іслей алатығын еді. Олар әрбір басқышты мұхаддис дуалар һәмде мәресімлер менен бірге алып барған. Мумияластыру 70 күн дауам еткен.
яғни бұл уақыт ішінде рух һәмде құдайлар арасындағы байланыс бекемленген. Ең нәзік басқышлардың бірі ішкі ағзаларды ажырату һәмде тазалау еді. Ми мұрын арқалы арнаулы ілгеклер менен шығарылған, жүрек болса орнында қалдырылған, себебі ол адамның ақылы һәмде рухи орайы есапланған. Кейін дене дос һәмде майлар менен құртылған. Әрбір басқышта арнаулы ибадатлар орныланған. Бұл процесс ілім һәмде сенім және де көркем өнердің ең жетіліскен үйлесімін көрсеткен. Мумияланған дене әдетте сикомор ағашынан, яғни инжир ямаса анжир ағашы ямаса тастан ісленген адам көрінісіндегі табыт саркофагқа жайластырылған. Саркофагта көбінесе мархумның беті суретленген. Ол үй диуалына тік қойылған һәм көп жылдар дауымында сол жағдайда қалған. Кейінірек мумиялар жертөлелерге ямаса жартас үңгірлерге көшірілген. Ол жерде олар көбінесе 2-3 мың жыл өткеннен кейінде толық сақланып қалған халда табылған. Өліктерді мумиялау, киіндіру һәмде орау Анубистің қауендерлігінде болып, ол қабірлерді қорғаған һәм мумияларды қорғаған. Мархумлардың рухларын Аменти жерасты дүниясына ұзатып салған һәм өлімнен кейінгі судта олар үшін мейірім шапаатлы хүкім сораған. Бұл құдай сағал һәмде сағал баслы адам сипатында суретленген. Айемгі грек һәмде рим халықлары сағалды итпенен шатастырып, Анубисті ит яки қасқыр баслы құдай деп атаған. Мумияластырудың әрбір процесі мысырлылар үшін мұхаддис мәніске ие болған. Олардың пікірінше дене ішіндегі әрбір ағза белгілі бір құдай менен байланыслы болған. Сол себепле мумиялау процесін баслаушы руханилер әдетте Анубис, яғни мумиялаушылар құдайының нихабын киіп жұмысты баслаған. Олардың вазипасы тек қана денені сақлау емес, ал рухты тынышлықпенен екінші өмірге өту үшін шариғат жарату еді. Бірінші басқышта дененің ішкі ағзалары абайлап ажыратылатұғын еді. Бұл жұмысты апуай адам емес, ал анатомияны жақсы білген арнаулы руханилер істеген. Олар дененің шеп тарепінде кіші тыртық арқалы өкпе, бауыр, асқазан һәмде шеклерді алып тасталған. Әрбір ағза өз алдына ісленген майлар, смолалар һәмде хош иіслі майлар менен тазаланған, кейін кептірілген һәм арнаулы ыдысқа жайластырылған. Бұл ыдыслар канопа ыдыслары деп аталып, олар 4 құдайға арналған. Имсети бауырды қорғаған, Хапи өкпені, Дуамутев асқазанды, Кебексенуф шеклерді қорғаған. Бұл 4 құдай гордың перзентлері деп аталған һәм мумияны мәңгілік өмірде сақлауда жауапкер деп есепланған. Екінші басқыш миді алып тастау процесі болған. Бұл процесс адамның жүзін бұзбау үшін жүдә абайлап әмелге асырылған. Мұрын арқалы кіргізілген ілмек тәрізлі металл аспаплар арқалы ми майдаланып, кіші бөліклер менен шығарылған. Кейін бас бослығы тазаланған. Үшінші басқыш денені кептіру. Бұл үшін мысырлылар табиғи тұздан пайдаланған. Оның тек арғы вазипасы барлық ғалықты сорып алу һәмде шіру процесін тоқтату болған. Һәм дененің 40 күн дауымында ұсы тұзбенен қаплаған һәм бұл уақыт ішінде ол бүткіллей құрғақ халға келген. Кейін тұз алып тасланып дене майлар менен жуылған. 4-ші басқышта мумияны тірі көріністе сақлау үшін іші бос орынлар бақта құм ямаса мата менен толтырылған. Жүз бөлімлеріне жасалма көзлер, ерін һәмде жағаларға нақсылар қойылған. Бұл тек эстетикалық емес, ал діни мәніге де ие болған. Адамның келбеті мәңгілік нышаны есапланған. 5-ші басқыш мумияны орау. Бұл ең ұзақ һәмде жауапкершіліклі басқыш болған. Жүздеген метр жіпек һәмде тығыз гезлеме бөлеклерінен пайдаланылған. Әрбір бармақ, әрбір мүше өз алдына оралған. Бұл процесте мумиялаушы руханилер әрбір қатлам арасына дуалар жазылған папирус бөлеклері, тұмар һәмде қорғау жазуларын жайластырған. Мәселен, анх, тіршілік тымсалы яки скарабей, қайта туылу тымсалы сияқлы белгілер мумия менен бірге болған. Ақырғы басқышта мумияны ыссы смола менен қаплап, соңынан басына жекен нықап қойған. Бұл нықап адамның тұрмыстағы келбетін сәулелендірген һәм оның рухи қорғаушысы болып қызмет еткен. Ең белгілі үлгі Тутанхамонның алтын нықабы болып, ол мумиялау өнерінің ең жоғары үлгісі есапланады. Барлық басқышлар тамам болғаннан соң мумия таяр болған, бірақ жұмыс бұның менен жұмақланбаған. Сол 70 күн ішінде мархум үшін қабір таярланған.
Диуалларына діни көріністер сызылған һәм құрбанлықлар тізімі жазылған. Бұл тізімде har күні мархумға қандай тағам, әтір яки құрбанлық керектігі көрсетілген. Мысырлылар бұл тізімлер ақыретте хақиқи затларға айланатығынына сенген. Бұл процесте ілім һәм сенім бірлескен. Har бір тарепте анық медициналық білімлер, анатомия, химия, табиғи затлардың қасиетлері, екінші тарепте болса діни мәресімлер һәм де рухи сенімлер. Соның ұшында мумияластыру адамзаттың ең дәслепкі ілімі процесслерінен бір спатында бағаланады. Бұл амелиятта инсан денесіне шексіз құрмет һәм өмірдің давамлылығына сенім жәмленген еді. Мумиялау ұсуллары. Бір адам қайтыс болғанда туысқанлары оның денесін өз алдына топар құраған, некропольда, яғни елдің шеп жағасында жасаған һәм де басқа деректерден белгілі болғанындай өзара ауызбіршілікте жасамаған мумиялаушылар алдына алып келетұғын еді. Олар 3 топарға бөлінген. Біріншісі парашистлер, ямаса парахитлер. Яки болмасам парасхитлер, яғни мейттің жұмсақ бөлімлерін кескен. Екіншісі тарихиутлер, яғни олар мумиялаған. Үшіншісі кальхитлер, ямаса кольхитлер, яғни олар жерлеу мәресімлерінде діни рәсім-рүсімлерге басшылық еткен. Бұнда har бір топар өз жұмысы менен монополия құқығы текарында шұғылланған. Оларға көплеген өнерментлер, мысалы ағаш ұсталары, бинт тоқушылар, тас жонушылар һәмде басқалар қосылған. Олардың барлығы некропольларда жасаған. Геродоттың жазуынша мумиялаушылар туысқанларына ағаштан ісленген мумияның 3 түрлі үлгісін көрсетіп, оларды даярлау үшін әрқилы бақаларды талап еткен. Үлгі таңланып, баха белгіленгеннен кейін олар жұмысқа кіріскен. Геродоттың мағлұматларында төмендегіше келтірілген. Өліні әдетте өткір ілмекпенен бастан миді мұрын тесіктері арқалы шығарған, қарын бослығын болса шақмақ тас пышақпенен шеп тарепте ісленген тесік арқалы алып тасылған, соң тазаланған ішкі органларды пальма шарабы менен жуып, хош иісіне затлар, яғни мира, кассия һәм басқалар менен жуып, соң толтырылған һәм кейін бүткіл денені 70 күн давамында селитраға салған. Бұл уақыт өткеннен соң денені басқаша айтқанда мумияны ең нәзік зығыр матаға, ямаса әдетте араб желімі менен қапланған висон бауларына ораған. Ақырында денені ағаш қалыпте жайластырып, қойымшылықта тік халда орнатқан. Геродоттың айтуынша бұл мумиялаудың ең қымбат ұсылы болып шама менен бір талант күміске түскен. Ақсүйеклердің ішкі органлары өз алдына ыдысқа салынып дарияға тасланған ба, ямаса арнаулы канопа ыдысына өлік жанына қойылған ба, бұл анық белгілі емес. 4 каноптың қақпақлары өлім дахилерінің адам, сағал, ямаса қаршыға һәмде маймыл басларын сәулелендірген. Геродоттың бас сүйегінен миді мұрын арқалы өткір ілмекпенен шығарған деген пікірі профессор Чершонның Прага мумияларында бүткілі бұзылған елек тәрізлі сүйекті тапқан зертлеуіменен тасдиқланады. Бірақ барлық мумиялардың қарын бөлімінде шеп тарептен ақ сызық деп аталатын жерде Диодор айтып берген кесу ізі анық көрініп тұр. Басқа ұсыл шамаменен 20 мина тұратығын басқа ұсылда ішкі азалар мархумның денесінен шығарылмаған, бірақ асқазанға көп мұғдарды кедірмайды кіргізілген һәм дене белгілі уақытта селитраға салынған. 16 ғасыр тілінде ямчук ямаса емчук деп аталған. Ішкі ағзаларға өлім данышпанларының хайкеллері адам, қасқыр, қаршыға һәм маймыл қосылған. Христианлық дәуіріндегі мумияларға бұл хайкеллердің орнына періштелердің атлары жазылған медициналық сиқырлы тұмарлар қойылған. Арзан ұсыл. Тек жарлылар тарепінен қолданылатығын ең арзан мумиялау ұсылы сонан ібарат болған. Ішкі ағзалар Александрия жапрағы, латынша фолиум сенайе, өткір жапрақлы кассия һәмде кассия Қытай дальшын қабағынан демлемесіне жуылған. Соңынан дене бір мүддет селитраға салынған. Оны ол жерде 70 күннен артық қалдыру қадаған етілген. Диодордың сөздеріне қарағанда таңлап ерту тек қана 30 күн дауам еткен. Мумиялардағы жазулар бойынша олардың қайсы дәуірге тиесілі екенлігін дерлік анық айту мүмкін. Гексослар басып кіргенге шекем айемгі Мысыр Мемфис патшалығы мумиялары 18-ші Фива династиясы дәуіріндегі мумиялардан жақсы сақланған
сақланбағанлығы сезіледі. Бірінші, көмірдей қап-қара тері хамде бұлшық етлер бүткілдей құрған хам, бүткіл мумия бинтлер менен жақсы оралмаған. Кейінгі дәуір мумияларында тері дерлік табиғи сарғыш жылтырақ реңін сақлап қалған. Бет түзілісі өзгермеген, дененің айрым бөлеклері алтын менен қапланған, тырнақлары арнаулы бояу менен боялған хам, бүткіл дене онлаған метр ұзынлықтағы бинтлер менен оралған. Бұл жазулар менен қапланған бинтлер 19 ғасыр хирургларын таң қалдырған. Мысырда гиксослар хүкімдарлығы дәуірінен, яғни 15-ші әулет мумиялары лума сақланып қалмаған. Мысыр мумияластыру өнерінің ең жоғары басқышы жаңа патшалық дәуірінде, яғни эрамыздан алдыңғы шама менен 1570-1075 жылдар аралығында рауажланды. Бұл дәуірде мумияластыру тек қана діни әдет емес, ал мемлекет дәрежесіндегі жетіліскен мәресімге айланған еді. Ең жақсы мумиялар деп дәл осы уақытта жаратылған, атап айтқанда Тутанхамон, Рамзес II хамде Сети I сияқлы фараонлардың мумияларын келтіреміз. Бұл мумиялар соншелі дәрежеде жетік даярланған, 3000 жыл өткеннен кейін де олардың шашы, тері қатламлары хам хаттекі бет келбеті сақланып қалған. Бұл ілми білім, менет хамде діни сенімнің қаншелі үйлескенлігін көрсетеді. Бұл дәуір мумиялары арқалы біз тек қана адам денесі хақында емес, ал Мысыр мемлекетінің сияси хамде мәдени құдіреті хақында да мағлұматлар аламыз. Олар уақытты жеңген хайкеллер сияқлы тірі тарих гуалары. Жаңа патшалық дәуірі Мысыр мумияластыруының алтын әсірі болған. Бұл уақытта әрбір патшаның жерлеу мемлекет дәрежесіндегі діни хамде сияси уақия сипатында әмелге асырылған. Мумия даярлаудағы барлық басқышлар қатаң низамлар менен тәртіпке салынған, хам әрбір фараон үшін арнаулы әбадатлар, арнаулы руханилер тайынланған. Бұл дәуірде мумиялау процесінде қолданылған материаллар хамде ұсынылар алдыңғы әсірлерге салыстырғанда әдеуір жетіліскен. Денедегі дұз тең салмағы, маймоғдары, майлар хамде қарамайлардың қатнасы анық есапланған. Денедегі әрбір сүйек хамде ағза орны толық сақланған үшін мумиялар анатомиялық жақтан дерлік идеал халда қалған. Ілми зерттеулер соны көрсетеді. Жаңа патшалық мумиялардың айрымларында хаттегі терден татуировка ізлері хамде шаш формасы сақланып қалған. Көпшілікке мәлім Мысырдың ең атақлы мумиясы Тутанхамон мумиясы. Оның қабірі 1922 жылы Говард Картер тарапынан ашылған. Бұл ашылу тек қана археологияда емес, ал бүткіл дүния тарихында төңкеріс жаратты. Тутанхамон мумиясы толық сақланған халда табылған, оның жүзі һәм денесі 3300 жыллық уақытты жеңген. Дене атрапында 5000-нан астам бұйымлар, соның ішінде алтын арбалар, қылышлар, әтір ыдыслары, музыка аспаплары һәм діни текстілер табылған. Бұл бұйымлар фараонның ақыреттегі өмір үшін даярланған арсенал болған. Мумияның бас бөліміне қойылған алтын ныха болса, Мысыр көркем өнерінің ең жоғары үлгісі есептелген. Тутанхамон мумиясының зерттелуі заманауи ілім үшін үлкен ахметке ие болды. Компьютер томографиясы һәм ДНК анализдері нәтижесінде ілімпазлар оның жасы шамамен 19 жаста болғанын, генетикалық кеселіктер себеплі қайтыс болғанын анықтады. Сондай-ақ оның ата-анасы жақын туысқан болғанлығы себеплі нәсілдік машқалалар бар екенлігі де дәлелденді. Бұл мағлұматлар Мысыр патшалық династияларының неке саясат хақындағы ахметлі ілми фактілерін берді. Және бір белгілі мумия Рамзес II. Ұлы Рамзес деп аталатын фараон. Оның мумиясы 1881 жылы Дейр-эль-Бахри қабір комплексінен табылған. Бұл мумия 90 жасқа жақын жасаған адамдікі болып, оның шашы, тырнақлары һәм тері түзілісі анық сақланған. Хатте заманауи микроскоп анализдері Рамзес II-нің өкпесінен түтін бөлікшелерін анықлаған. Бұл оның өмірінде сигарет емес, ал мускус жаққанын көрсетеді. Сети I хамде Рамзес III-нің мумияларда жүдә жақсы халда табылған. Олар мумияластыру процесінің қаншелі анық ілмиттикарға ие болғанын дәлелдейді. Мәселен, Сети I мумиясында жүрек ағзасы сақланған халда табылған. Бұл дәстүри діни сенімнің әмелі көрінісі болған. Сети I-нің мумиясындағы бет бұлшық етлері һәм шаш түзілісі бүгінгі күнде үшті реконструкциялар үшін тикар болып қызмет етпекте. Жаңа патшалық дәуірінде мумиялау соншелі жетіліскен, кейінгі Рим һәм грек дәуірлерінде бұл өнер әсте ақырын
жоғалып барды. Себебі діндегі өзгерістер һәмде дәстүри тәлиматтың дағдарысқа ұшырауы еді. Бірақ нақ сол дәуір мумиялары бүгінгі күнде инсанияттың дәслепкі медициналық білімлері, діни идеялар һәм эстетикалық дүние қарасын ашып беретұғын тарихи хүжжетлер сипатында қадірленеді. Бұл мумиялар арқылы біз тек қана өтмішті емес, ал адамның мәңгілікке болған сенімінде сеземіз. Олар ілми ахметке ие археологиялық объект емес, ал тірі тарих, яғни өлімнен кейін де сөйлейтұғын адамлар болып табылады. Мумиялау тек қана Мысырға тән уақия ямаса хадиси емес. Дүние бойлап har түрлі халықлар табиат яки өз білімлері арқалы денені сақлап қалуға еріскен. Айрым жерлерде бұл табиғи процесс нәтижесі болған. Яғни қахаман суық, құрғақ климат ямаса батпақлы орталық денені жетерлі дәрежеде сақлап қалған. Басқа жерлерде болса адамлар арнаулы затлар ямаса мәресімлер жәрдемінде денені жасалма түрде мумиялаған. Чинчоро халқының мумиялары, Гренландиядағы инуит мумиялары және де Қытайдың Тарим ойпатының мумиялары бұлардың әр бірі инсан һәмде орталық қатынасының ажайып үлгілері. Бұл мумиялар арқылы инсаният табиат низамлықларын қалай аңлағанын һәм өлімнен кейін де естелікті сақлауға ұмтылғанын көруіміз мүмкін. Табиғи һәм жасалма мумиялар арасындағы парықтикарынан процестің келіп шығуына байланысты. Табиғи мумиялар бұл табиаттың өз тарапынан температура, ылғалдық һәмде орталық тәсірінде пайда болған сақлану халаты. Жасалма мумиялар болса адам қолыменен арнаулы затлар һәмде мәресімлер арқылы ісленген мумиялар болып табылады. Дүниядағы ең әйемгі жасалма мумиялар Чилидегі Чинчоро халқының мумиялары. Олар біздің эрамызға шекемгі 5000-2000 жыллар аралығында жасалған болып, мархумлардың денесі толық қайта ісленген. Терісі шешіп алынып, ішкі ағзалары алып тасланған. Сүйеклері ылай һәмде ағаштан ісленген қаплама менен қапланған. Кейін қайта терісіменен оралған. Бұл халықта мумиялау діни емес, ал шаңырақлық һәмде жәмиетлік естеліктің тымсалы болған. Гренландия мумиялары болса табиғи суық орталықта сақланған. 1972 жылы Гренландияның Умманак ауылы жанында 15 әзірге тиесілі 8 хаял һәмде бала мумиясы табылған. Олар мұзлатылған халда киімлері һәмде шашлары менен бірге сақланып қалған. Бұл мумиялар Ингаляк халқының суық климаттағы тұрмыс тәрізін үйренуге имканият берді. Азиядағы ең белгілі мумиялар Қытайдың Синьцзян уалаятында жайласқан Тарим ойпаты мумиялары. Олар біздің эрамызға шекемгі 2000 жылларға тиесілі болып, құрғақ шөл орталығы себеплі табиғи сақланған. Олардың киімдері, шаш үлгілері һәмде қатты жүнлі кезлемелері жақсы қалды қалған. ДНК анализлері бұл адамлардың Европоид һәмде Азия генетикалық араласпасынан екенін көрсетті. Бұл Евразия цивилизациялары арасындағы дәслепкі байланыстарды дәлелдейді. Африкадағы мумиялар тек Мысырменен шекленбеген. Ливия һәм Судандағы құмлы аймақтарда да табиғи мумиялар табылған. Олар құрғақ самал һәм жоғары температура тәсірінде табиғи түрде кеуіп қалған. Европа мумиялары болса көбінесе батпақлы орталықта табылған. Ирландия һәмде Даниядағы батпақ адамлар сусыз, кислородсыз орталықта дененің табиғи химиялық реакциясы арқылы мумияланған. Ең белгілісі Таллунд адам, яғни Даниядағы біздің эрамызға шекемгі 4-ші әсірге тиесілі болып, хаттегі жүзіндегі сезімлер сақланып қалған. Океания һәмде Меланезия халықлары арасында да жасалма мумияластыру дәстүрлер болған. Жаңа Гвинеядағы Асмат қауымы мархумлардың денесін түтін һәмде от тәсірінде кептіріп, үңгір диуанларына қойған. Бұл ұрыста қайтыс болған қаһарманларды мәңгі сақлаудың белгісі болған. Қазіргі күнде ілімпән әрбір мумияны тек қана археологиялық табылма емес, ал биологиялық мағлұмат дерегі сипатында үйренбекте. Радиокарбон анализлер, томография һәмде ДНК зерттеулері мумиялардың жасы, милли келіп шығуы һәмде кеселіклерін анықтауға жәрдем бермекте. Мәселен, Тарим мумияларынан жібек талшықтары һәмде
hamde дән қалдықлары табылып, бұл аймақта дәслепкі диханшылық мәдениеті болғанлығын дәлелейді. Осылайынша табиғи hamde жасалма мумиялар инсанияттың дүнияға көзқарасын hamde қоршаған орталыққа бейімлесуін сәулелендіреді. Олар өтміштегі ілім, сенім hamde өмір хақындағы сирек ұшырасатығын гуалар болып табылады. Мумиялар тек тарихи естелік емес, ал биологиялық уақыт капсуласы. Олар арқылы инсан организмі, кеселіктер hamde тұрмыс тәрізі хақында жүді көп мағлұматлар алуымыз мүмкін. Яғни заманауи технологиялар, томография, рентген, ДНК анализі hamde радиокарбон ұсылы мумияларды ашпастан-ақ өтміш сырларын ашуға имканият жаратып берді. Мысыр фараонларынан бастап Гренландия ямасы тарих ойпаты мумияларына шекемгі зерттеулер адамзаттың эволюциялық hamde медициналық тарихы хақында анық түсінік пайда етпекте. Ілім бән әрбір мумияны өтміштің тірі гуасы деп қарайды. Олар арқылы біз тек қана өтмішті емес, ал инсан саламатлығының рауажлану жолында үйреніп барамыз. Мумиялар үстіндегі іліми зерттеулер 19 ғасыр ақырында басланған болса да, хақиқи іліми революция 20 ғасырдың екінші ярымында жүз берді. Рентген нұрлары арқылы мумияларды ашпастан-ақ сүйек системасын көру мүмкіншілігі пайда болды. Бұл ұсыл жәрдемінде ілімпазлар көплеген мумияларды артрит, остеопороз, сүйек сыну ямаса тума кемшіліклерді анықлады. Компьютер томографиясы мумияларды үш өлшемлі модельде үйрену мүмкіншілігін берді. Мысалы, Тутанхамон мумиясының томографиялық анализі оның 19 жасында аяқ жарақатынан кейінгі инфекция себеплі қайтыс болғанын көрсетті. ДНК анализі ең үлкен іліми жетіскенлік болды. Мысыр мумияларындағы митохондриал ДНК анализлері фараонлар династиясы арасында туысқанлықты һәм хархилы этникалық факторларды анықтау мүмкіншілігін берді. Мысалы, Тутанхамонның әкесі Эхнатон екенлігі һәм оларда нәсілден нәсілге өтетіғын кеселік, эпилепсия белгілерінің бар екенлігі дәлелленді. Европадағы батпақ мумияларында да ДНК hamde изотоп анализдері арқылы адамлардың қандай азықланғанын білу мүмкін болды. Талунд адам мумиясының шеклеріндегі тұқымларды анализлеу біздің эрамызға шекемгі 4 ғасырда жасаған бұл адамның текарынан арпа hamde зығыр тұқымнан даярланған ботқа менен ауқатланғанын көрсетті. Тарих ойпатлығы мумиялар менен өткерілген генетикалық зерттеулер Евразия қалдықлары арасындағы дәстепкі ген алмасуын анықлады. Бұл адамларды европоид һәм азиялық генлер аралас болғаны, жібек жолы мәдениеті пайда болуынан 1000 жылдар алдында этникалық байланыс болғанлығын дәлелдеді. Гренландия мумиялары болса суық климатқа бейімлесу хақында мағлұмат берді. Олар арқылы арқа халықтардың сүйек морфологиясы, киім материаллары һәм хатте қол терісіндегі микроскопиялық бактерияларда үйренілді. Мумиялардағы паразитлер hamde кеселіклерді медицина үшін дерек есапланады. Мысалы, Мысыр мумияларында шистосомоз, яғни су паразиті арқылы жұғатығын кеселік ізлері табылған. Бұл кеселік Нил бойларындағы су системасының айемгі мәселесі болғанын көрсетеді. Радиокарбон анализлері арқылы мумиялардың жасы анықланбақты. Мәселен, Чинчоро мумиялары біздің эрамызға шекемгі 5000 жылларға тиесілі екенлігі гумансыз тасдиқланды. 20 ғасыр ақыры hamde 21 ғасыр басларында мумияларды үйрену жаңа басқышқа көтерілді. Бұрын артефактлар тек көзбенен ямаса, апай құраллар арқылы тексерілген болса, кейінгі заманауи сканерлер арқылы мумиялар үшті форматта зерттелінді. Мәселен, Европа һәм Чилидегі мумиялардан алынған ДНК үлгілері арқылы айемгі адамлар топарлары арасындағы нәсілдік байланыстар үйренілмекте. Мысалы, Атакама шөліндегі Чинчоро мумияларынан алынған мағлұматлар олардың терісі hamde шаш дүзірісі қазіргі Құбла Америка халықлары менен байланысты екенлігін көрсетті. Гренландияда табылған эскимос бала мумиясы болса, арктик климатқа бейімлесу гендерінің дәслепкі көріністерін ашты. Италиядағы Оци деп аталған мұз мумиясы арқылы ілімпазлар неолит дәуірі адамларының күнделікті тұрмысы hamde кеселіклерін үйренді. Оның денесіндегі артықша металлар hamde қабыну ізлері айемгі адамларда жүрек тамыр кеселіклері дәслепкі басқыштақ бар екенлігін көрсетті.
заманауи микроскопия һәм масс спектрометрия усуллары арқылы мумияның терісі, шашы һәм ішкі тоқмаларындағы химиялық элементтер танылып, адамның ауқатлануы, қоршаған орталығы һәм хәттегі батаслану дәрежесі хақында мағлұматлар алынды. Бүгін мумияларды зерттеу тек тарих үшін емес, ал медицина, биология һәм генетика үшін да үлкен әһмиетке ие. Олар арқылы қазіргі заман адам организміндегі айрым кеселіктердің тамыры неше мың жыл бұрынға барып тақалатұғыны дәлелленді. Әрбір мумия адам өмірі хақында сөйлейтұғын биологиялық архив болып есептелінеді. Олардағы мағлұматлар бүгінгі медицина, генетика һәм археология ілімдерінің көптеген сұрауларына жауап бермекте. Айымғы адамлар үшін денені сақлау бұл апуайы физикалық әмелият емес, ал рухтың мәңгілігіне сенім еді. Мысырлылар, инкалар, қытайлар һәм басқа да халықтар денені жоғалту бұл рухты жоғалту деп білген. Мумияластыру арқылы олар инсанның және қайту имканиятын тәминлеуді көздеген. Бұл философияның орайында жан денеден айрылса да, оның үйін сақлану керек деген пікір тұрған. Әрбір халық өз діні һәмде мәдениетіне сәйкес түрде денені мәңгілікке таярлаған. Бұл мәресімлер тек қана өліге хүрмет емес, ал тірілер үшін рухи тәселли болған. Және де негізінде мумиялар инсанның өлім үстінен жеңіске ерісу жолындағы әрекеті деп қарауымыз да мүмкін. Бұлар арқылы біз әйемгі халықлар өмір һәмде өлім хақында қалай ойлағанын түсінеміз. Таң қаларлығы бұл пікірлер қазіргі заман философиясы һәмде дінлерінде де бір қанша өз сәулесін тапқан. Айемгі Мысырда мумиялау діни сенімнің орайлық бөлегін құраған. Мысырлылар инсан үш рухи күштен ібарат екенлігіне сенген. Ка, ба һәм ах. Ка инсанның екілемші көлеңкесі. Ол денеден кейінде жасайды, бірақ азға ауқат һәм құрбанлықлар арқылы қуатланады. Ба құс қанатлы рух болып, ол түнде денеден шығып, таңда және қайтып келеді. Ах болса мәңгі өмірге өтуші рух болып, тек денесі сақланған инсан ғана о дүнияда жасай алады деп ойланған. Соның үшін мумияластыру рухтың қайта толуы үшін зәрур шарт деп есептелген. Ашық ауыз мәресімі деп аталған діни әмелде рухани мумияның аузын һәм көзін арнаулы аспаппенен ашар еді. Бұл харекет рухты сөйлеу, көру һәмде дем алу ұқыптылығыменен қайта тәминлеуді аңлатқан. Әрбір мумияның қасына ибадат үлгілері, құрбанлықлар хәтте махшар судында пайдалану үшін дуалар жазылған, папируслар қойылған. Қытайда болса мумияластыру философиясы басқаша болған. Конфуцийшілік һәмде даоцизм талиматларында денені иләһи табиаттың бір бөлегі сипатында қабыл ету бар. Соның үшін хан династиясы дәуіріндегі мумиялар, соның ішінде машһур Леди Дай хүрметпенен сақланған һәм арнаулы шпал өсімліктерменен бекемленген. Бұл адамның табиатпенен үйлесімді жасау идеясының көрінісі еді. Құбыл Америкадағы инка һәмде чинчоро халықлары да денені мәңгілік рухи үй деп білген. Инкалар фараон мумияларын һәр жылы діни мәресімлерге алып шыққан, оларға тірі патша сияқлы хүрмет көрсеткен. Бұл рух ешқашан өлмейді деген философияның айқын мысалы еді. Азиядағы буддист мумиялары әсіресе Япония һәмде Тибетте сокушунбитсу дәстүрі болған. Бұнда руханилер өзін толық рухи һәмде физикалық тазалау арқылы мәңгі медитация халатында қалдырған. Бұл табиғи мумияластыру жолыменен рухтың о дүнияға тыныш өтуіне сенген. Африкадағы айемгі қауымлер болса мумияластыруда рухпенен байланыс құрал деп білген. Мумия денесі арқылы рух қауым емасы ата-бабалардың рухы қазіргі әулетті қорғайды деп сенген. Солай етіп мумияластыру тек қана өлімді жеңу емес, ал мәңгілікті іздеу философиясының көрінісі болған. Ол адамзаттың өтміштен бүгінгі шекем дауам етіп отырған ең терең сұрауына, өлімнен кейін не болады деген сұрауға жауап іздеу болып табылады. Мумиялар инсан ядының һәмде ілми зерттеудің теңсіз куәсі. Олар арқылы біз тек қана тарихты емес, ал адамзаттың өз денесіне, табиатқа һәм мәңгілікке қатынасын көреміз. Қазіргі заман ілімі оларды өлі денелер деп емес, ал тірі мағлұмат дерек сипатында қарайды. Бұл арқылы адамзат өз тарихын әпсана яки қиял арқылы емес, ал анық дәлелдер текарында түсіне басылады. Мумиялар осылайынша адам
естелігінің мәңгілік белгісіне айланды. Мумияластыру дәстүрі мыңлаған жылдар дауамында адамзаттың har түрлі мүшелерінде әрқилы көрінді. Мысырда ол мәңгілікке сенім белгісі болса, Чилиде табиаттың құрғақ климаты арқылы жүзеге келген карамат, Азияда болса рухи тазалану белгісі болған. Әрбір мәдениет өз дүние қарасларын мумия арқылы аңлаған. Бүгін болса ілім һәмде технология бұл әйемгі мирасты сақлап қалу һәмде үйренудің жаңа жолларын ашпақта. Ілім оларды зерттелер екен, біз тек қана денені емес, ал адамның мәңгілік арманын да таллаймыз. Мумия бұл өлімнен кейінгі тынышлық емес, ал өмірдің басқаша бір түрі.